Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге Индира. Бүгін сіздерге өте дәмді долма тағамның рецебін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай фаршымызды дайындап аламыз. Ішіне салатын салмасын. Фарш, күріш және пиязымызды майдалап, осылай ұсақтап турап аламыз. Немесе блендермен езіп алсаңыздар да болады. Жүзімнің жапырағын және де капустамызды осылай ыстық суға салып қоямыз. Капустамызды салып қоямыз. Жүзімнің жапырағын 1-2 минут қана ыстық суда ұстап, содан соң алып тастаймыз. Ыстық суда көп ұстасаңыздар, жүзімнің жапырағы езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті 1-2 минут қана ыстық суда ұстаймыз. Өзі жүзімнің жапырағының түсі өзгереді. Сол уақытта дереу аламыз. Міне осымен салмасын дайындап аламыз. Бұрыш, тұз, кинза араластыратын боламыз. Күрішімізді алдын ала суда жібітіп аламыз. Біреулер бұл салмасын қуырып алады екен алдын ала. Мен осылай дайындаймын. Бір пиала, кіші пиаламен су құямыз. Сулы болу керек. Су қоспасаңыздар құрғақ болып қалуы мүмкін. Сол себепті кішкене пиаламен су құямыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жүзімнің жапырағын осылай орап шығамыз. Дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Бұл тағамды Түркия елінде өте көп дайындайды. Білетінде шығарсыздар. Сіздер де үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Үйлеріңізде жүзімнің жапырағы егерде өсіп тұрған болса, осылай қысқа сақтап қойсаңыздар да болады. Банкіге салып қоюға болады. Немесе базардан табуға да болады. Не осылай ораймыз. Міне ендігі кезекте осылай болгар бұрышында жуып, тазалап, ішіне фарш салатын боламыз. Мен бұл жерде асорти долма десем де болады. Капуста, болгар бұрышы және де жүзімнің жапырағынан 3 түрінен жасадым. Өте дәмді болып шықты. Сөз жоқ, бұл тағам бәріне ұнайды деп ойлаймын. Біздің үйдегілерге де өте қатты ұнады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады.
және капустамыздың осылай ортасындағы қатты жерін алып тастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы да өте оңай және өте дәмді тағамдардың бірі. Барлық салмасын салып болғаннан соң қазанымызды қыздырып, менде бешбармақтан қалған піскен ет қалды, соны да қосып жібердім. Пияз, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Содан соң үстіне картопты салып және қуырамыз. Және де томат пастасын саламыз. Немесе помидор турасаңыздар да болады. Дәміне қарай тұз және де приправа қоспаларыңызды қоссаңыздар болады. Мен роллтон салдым. Жақсылап осылай қуырып болғаннан соң барлығын шетінен жинап тақтап саламыз. Осылай болып шықты. Үстіне суды көп құюға болмайды. Кішкене ғана құямыз. Содан соң осылай бұрқылдап бір қайнағаннан соң астын жай қойып 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне осымен тамағымыз дайын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.